жылқысынан таңдап бәйгетін таппай бір қойшының жауыр болған атын танып, жарысқа қосу, оның 375 аттың алдынан келуі өзі би атамыздың ерекше адамдығының көрінісі. Сол атқа талас болғанда атты иесіне қайтарылсын деп шешім шығаруы нағыз мәрттіктің белгісі. Ат иесі алшағыр болса, кезекпей, сіз қасиетті адам екенсіз. Ат сізде қалсын, аттың бәйгесін берсеңіз болады деп риза болған екен. Міне біздің бабаларымыздың үлгі аларлық қасиеттері. Орыстың тізіміне іліне бастаған кезде алғашқы Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген. Кезінде 19 ғасырда өмір сүріп, Орыс Оспанға аталған тіл әлі ішіндегі білімділігімен танылған атамыз, омбы губернаторлығында тілмаш болып бірнеше рет болыстыққа сайланған екен. 1937-38 жылдар өмір сүрген Абай Қалжы атамыз болса, 5 жасынан бастап өзінің сезімтал білгірлігінің арқасында балаға жатанып, кейіннен көріпкел, діни сануатты, ғалым, қарасуды теріс ағызырдай діндар болса керек. Сондай уақиғаның бірі су қатты тасыған кезде болған. Өзеннің ар жағындағы құрдастары қажыны сынамақ болып қонаққа шақырған екен. Қажы атамыз бұйыртса жейміз ғой депті. Сосын бұғаның күшімен ар жақтағы киіз үйді пісіп тұрған тамағымен бірге бер жаққа көшіріп алған екен. Аталарымызды еске ала тұрып айта кетер жағдай, бабаларымыздың кезінде елге атақты аттары шыққан қажыларға байланысты еліміз жеті абыз ұрпағы деп атаған екен. Бізге белгілерін айта кетсек, Қыстаубайұлы Абай Қажы, Серікбайұлы Рамазан, Жанжігітұлы Абдырахман, Жұмайұлы Таубай, Таубайұлы Жанмағамбет, Таубайұлы Құлмағамбет, Таубайұлы Күнеділ, Таубайұлы Жанеділ, Сәрсенбай Қажы, Бала Қажы, Әбенұлы Далабай, Жанәділ Қажы. Қазір тілімізге еркіндік берген жағдайда ата ұрпақтарынан қазылыққа барған жастарымыз бар болса керек еді, бірақ ешкім хабарласпады. Медресе ашылып діни білім беруде Түсіптің Ахмет атамызды ерекше атап өтуге болады. 1890 жылы Қоскөл ауылы маңында дүниеге келген діндар атамыздан Қыпшақ Бәйтіш, Темеш Әлібек, Қанай Шәріп, Алшын Ысқақ, Қожа Кенже Қожа, тіпті Өзбекстаннан келіп білім алғандар болған. Атамыз діндарлармен арабша еркін сөйлескен екен. Патша үкіметінің өзі берген уәдесі бұзып, қазақтарды қырғыз қайсақ атандырып 1916 жылы қара жұмысқа тізімдегенде, осы елдің азаматы Мәлдің Рахымжан атамыз елді ұйымдастырып патшаға қарсы шығады. Халықты жылатып тартып алған 500 жылқыны қайтарып полиция бастығы Иванушкинді жарып өлтіреді. Кейін туыстарын патша аманатынан құтқару үшін үкіметке берілуге мәжбүр болады. Бірақ кеңес үкіметі тұсында атамыздың ерлігі еленіп, бір көше қорғасында есімі еленді. Ақынды серлікпен аты шыққан атамыз Өлебай Әнетұлы дүниежүзіне әйгіленген Дударай әніне әлі күнге дейін толық қанды елене алмай келеді. Ауыл молдасына сауат ашып 13-14 жасында өлең шығарып, Құлтума, Тола, Жақып сияқты атақты ақындармен бірге жүрген, тәрбие алған. Ел есінде сақталып қалғандары Сайтан торы, Толғау, Жаным отам қайдасын, Қасқырменен айтысын, Үстілеу мен Қазанбайға, Қыс пен жаздың айтысын, тағы басқа өлеңдері ел есінде сақталған. Кезінде Өлекең өлеңдері халық арасында кең таралған. Ақын той думандарда өлең айтып, халық арасында сыйға бөленген. Ел ішіндегі тентектерді де өзінің өткір мысқылды қағытпаларымен дау-дамайсыз орындарына қоя берген. Оған әрине осы өркендеу ауылымыздың адамдары куә. Өткен ғасырда дүниежүзі қамтыған сұрапыл соғыста да әкелеріміз ерен ерліктің үлгісі болды. Мұғалімдік училищені бітірісімен 1939 жылы әскер қатарына алынған Қапан Ахметұлы әкеміз көрсеткен ерліктер үшін Москваны қорғаған, Германияда жеңу медальдарымен, Сталиннің алғыс хатымен 1945 жылы қаңтарда Одер өзенін кешіп өтіп плацдарын қорғай отырып, жаудың 4 станокты, 2 қол пулемет нүктесімен қоса миномет батареясын талқандаған үшін жұлдыз орденімен марапатталады. Қатардағы жауынгерлерде миномет батареясын гвардия лейтенанты шеніне дейін көтеріліп 3 рет жараланса да қайтадан қатарға оралып отырған. Осы сияқты аталарымыз Әміреұлы Зеке, Ахметов Әпсағи, Алтайбаев Төлеубек, Биболов Төлеубек, Бекмағамбет ұлдары Қалиасқар, Қалиақпар сынды әкелеріміз жеңісті жақындата отырып, біздің жарқын болашағымыз үшін жан пида от кешті. Аттары аталмаған, ерліктері ескерілмегендері қанша. Ахметов Сәуетбек ағамызда мектеп бітірісімен жапондықтармен соғысқа аттанғандар қатарында мерген болды. Халкин Гол, Жапонияның шайқастарға қатысып, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордені, Маршал Жуков медалімен, тағы басқа көптеген белгілермен марапатталды. Елге келісімен еңбекке араласып, көп жылдар бойы халық ағарту бөлімінде бас есепші болып қызмет атқарды. Әрине, аталған аталар батырлардың бір бөлігі ғана, мәлімет маған жетпегендіктен көпшілігі аталмай отыр. Әрине, бұл бір жағынан біздің кінәміз. Ел арасында бейбіт өмірде өз еңбектерімен ерекшеленген ағаларымызды атап өтсек, белгілілері мемлекет қайраткері Светлана Жақиянқызы 14 жыл бойы Ақмола әкімдігі орынбасары болды.
2003 жылдан Сенат депутаты, құрмет ордені иегері. Сүлейменұлы Асылхан, тарих ғылымы доктор, академик, Семей, Алматы қалаларында жоғарғы оқу орнында да қызмет атқарды. 160 ғылыми мақала, 11 монография авторы, 30 ғылым кандидатын даярлаған Семей қаласының құрметті азаматы. Асылхан қызы Шырын, Семей заң институтының ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Байділден Қабдырахман ұзақ жылдар Амангелді Балбордақлау совхозының директоры болып, Теңіз ауданында басшылық қызметтер атқарды. Мырзасады Науқан, Ақмола облысы ауыл шаруашылық басқармасында ұзақ жылдар бас бухгалтер болды. Қабиден Байтілесов, Қарашалдың кеңшарын басқарып, облыс көлемінде бірнеше дүркін жеңімпаз атанған. Өтепов Серік, Майшұқыр орта мектебінің директоры, білім беру ісінің үздігі атанды. Төребек Болат ұзақ жылдар Қорғалжын ауданында бөгеттер салу және жөндеу мекемесінің басшысы болды. Жақыпов Омар, Қорғалжын Державин Жаңадал ауданында партиялық қызметтерде болып, Торғай облыстық істер басқармасының орынбасары лауазымды қызметіне дейін көтерілді. Құрмет белгісі ордені, бірнеше медальдар иегері. Ахметов Кәрібай ағамыз ұзақ жылдар Дружба кеңшарында басшылықта. Қабиден Әбсағұл аудан әкімшілігінің жауап қызметтерінде болды. Хамит Қажы Сақыпбекұлы органдарда іс атқарып, полковник шеніне дейін көтеріліп, кейін дін жолына түскен ағамыз. Қорғалжында өңірдің мәдениетін дамыту саласында ұзақ жылдар еңбек еткен, мектеп ұстаздарынан алғаш халық театрын ұйымдастырған актер, режиссер, әрі ақын Құсайынов Қалимса әкеміздің орны ерекше. Қорғалжын, Талдысай, құрбыларына тағы басқа шығармаларымен көптеген елге белгілі танымал ағамыз. Сонымен қатар отбасылық алғаш ансамбльдерді ұйымдастырушы, осы театрдың белді мүшесі. Аудан облыс көлемінде өнерімен аты шыққан апамыз Қорғалжын ауданының құрметті азаматы Ырысты Боранбаева Тертөбел зайыбымен ұзақ жылдар қызмет атқарды. Аталарымызды ерлік жолын жалғастыруда ішкі істер қызметкерлерінің орны бір төбе. Атай өтсек ағайынды Қайсендер, Серік, Мұқтар, Ғабиден, Ержан сынды азаматтар. Ағайынды бауырларымыз қатардағы полиция қызметкерінен полковник дәрежелеріне дейін көтеріліп, көптеген марапат құрметтерді иеленді. Спорт саласындағы інілерімізде ата жолын жалғастыруда. Қарабалин Нұрлан, ережесіз жекпе-жекте Қазақстан күміс жүлдегері, джиу-джитсуда Қазақстан және Азия чемпионы. Киямашев азамат, елімізде кикбоксингтен өткен көптеген жарыстар жеңімпазы. Ресейде өткен әлем кубогы жарысының иегері, Петр кубогының жеңімпазы. 2015 жылы Үндістанда өткен Азия чемпионатының жеңімпазы. Сонымен қатар 2004 жылы бас қосуға жарашыр болған Шуай Хамитқажы ағаларымызды қастерлей отырып, бүгінгі шараға тер төгіп жүрген бауырларымызға Өркелдеу ауылының азаматтарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті бауырлар, мен оқыған тізім Дәулет Батыр атамыздың атты азаматтардың бір бөлігі ғана. Қазақ еліне аты шыққан ағайындардың келер басқосуларда көбейе түсетініне сенімдімін. Бауырларымыз ата баба рухын көтеріп асқақтата берсін. Жастарымыздың еңсесі биік болып, аталарымыздың өнеге тұту мақсатында болашақта қор құрып, аллея жасасақ, ізгі іс болар еді деген ойдамын. Аллам разы болсын, құдайларымыз қабыл болсын.